Достар ара ершігештік істеме. Қоғам үздіксіз дамып, адамшылықтың қараңғы жағы барған сайын айқындалып келеді. Достықтың құнына да ауық-ауық дақ түсуде. Дәл осы сәтте бірден бір сенімді немесе адамға сенім беретін адамың, ағайының, нақтырақ айтқанда жан күйер досың ғана қалған секілденеді. Бірақ осы жан күйер досыңның алдында тіпті де байсалды бол. Айла, мен парасаттан айырылып қалма. Жан күйер досың бейнетті де, зейнетті де бірге көретін. Дос дегенде ішкен асын жерге қоятын, жігермен елтеді. Міне осылар алдыңда сағымдай жарқылдап тұрады. Жан күйер досың болса, бұл дүниеде саған қиындық жоқтай сезіледі. Бірақ жан күйер досыңда да ондай құдірет жоқ. Қалтаң қағылғанда, іш құста болып жүргеніңде, қолыңа тиын тебен түскенде, көңілің тасып шалқып жүргенде, жан досыңды іздеп барғанға не жетсін. Бірақ айлалы жандар бір істен жан күйер досымен істес болудан ат-тонын ала қашады. Жан күйер досың бейне ғашығың, ал қызметтесің келіншегің секілді. Ғашығың болған соң тәтті қиял ішінде жүресің. Алдыңда әсем перде тұрады. Мұнарда көрінген гүл тамаша деген емес пе? Ал келіншегіңнің жөні бір басқа. Күні бойы ызыңдап, құлағыңа маза бермейді. Қанша сабырлы болсаң да, ол барлық сырыңды жайып салып, жүрегіңді әбден шайлықтырады. Ал жан күйер досыңмен істес болғаныңды, ғашығыңды келіншегіңе айналдырғаның бұдан үлкен ақымақтық болмайтын шығар. Сөзді жан күйер достық айтып тапқаныңнан бастайық. Қытай халқы адал дос мөлдір су деп бекер айтпаған. Өйткені бастабында ақ араларында мүлде қақтығысы болса, екеуі бір-бірімен риясыз араласып кете алмас еді. Сондықтан жан күйер досың, сабақтасың, не жауынгер серігің, не кішкентайыңнан құлын тайдай тебісіп, бірге ержеткен серігің болады. Араларыңда мүдде қақтығысы болмаған соң, ойларыңа не келсе, соны айтып, қай-қайдағыны қоқыстып, сыр шертісе бересіңдер. Аптасына бір рет не одан ұзағырақ уақыт кезікпей қалсаңдар, сағынысып қаласыңдар. Көбінде өз жұмыстарыңмен әбігер жүресіңдер. Жан күйер досың осы көлеммен ғана шектеледі. Мүбәда істес болып қалсаңдар, қазіргі қоғамда өлшем бойынша не істей аласыңдар? Әмәлиятқа үйлесетіні ақша табу. Ақшаны дұрыс жолмен тапсаң ғой жақсы. Сонда кім басшылық етеді деген мәселе туындайды. Достар арасында ғой үлкен аға болар-ау. Ал жан күйер достарға бұл жүрмейді. Әдетте ойлары бір жерден шығып, не болса соны айтып, үйреніп қалған қулар қызметке келгенде жөні басқаша болады. Қалайда біреуінің сөзі салмақтырақ болу керек. Бірақ әркімнің өз ойы болады. Біреудікі біреуге жақпайды. Ішіне бүгіп жүре келе, күндердің бірінде бұрқ ете түсіп, кекілжің шығады. Аяғында жақсылықпен жолына түссе бір сәрі. Ақша тапқаны былай тұрсын, достарынан айырылады. Бір жігіт некеленген соң саяхатқа шықпақшы екен. Жан күйер бір досы іс сапармен жүрмекші бола қалады. Жолы бір болған соң бірге аттанады. Бір тәуірі араларында мүдде қақтығысы жоқ еді. Бірақ жол бойы екеуі де қатты үмітсізденеді. Өйткені екеуі де бір-бірінің жайшылықта байқатпайтын олқылықтарын сезеді. Сонымен достықтарына салқыны әбден тиеді. Жан күйер достар істес болса болмайтын тағы бір бекімсіз заң бар. Бәрі де сапалы, қабілетті адамдар. Нәтижеде
іштей қырқысады. Ал олардың сапасы төмен болса, әуелі бәрін қиратып жүретіндер болса, онда жан достары деген сөз. Сонымен жақсы бағытқа қарай бет алған жұмыста жоқ болады. Мысалы, сен дүниеқор болсаң, мен жұдырығымды ала жүгіргенге дайын тұрсам, басымыз қосыла қалса, бұзақылыққа бармайсың деп кім айта алады? Бұзақыға ілесіп бұзақылық істемесе, делік-ау. Туралықта туысы жоқ деп алдыға шыға алмасаң, біреудің жиренішті құпиялығын жасырып, жан азабына төзіп қиналасың. Немесе достарының бір сыдырығы жүре беруіне жол бер. Хикметті іс жаратады деп үміт артпа. Алайда достарымен сөз жоқ істес боламын, әрі досымның көңіліне қаяу салмаймын десең, оған да мақұл. Бірақ жеңіліске тап болсам, шыдаймын деген идеялық дайындық күшті болсын. Мынандай бір қарапайым мысал айтайық. Шаптол бақшасында Лю Би, Гуан Ю, Жан Фи үшеуі ақыреттік дос болуға серттескен. Олардың достығы айбындылығы мен ғасырлар бойы жыр болып келеді. Бірақ олардың зөңгілес болуының аяғы не болды? Ештеңеде тындырған жоқ. Мұның ең қорқынышты астары Лю Би екі інісін төтенше қастерледі. Сонымен Зhuge Гуан Ю мен Жан Фэнді еркіне жіберді. Ал Хуаронда іске келсек, Зhuge мінезіне салсаң, Гуан Юдің басын алар еді. Бірақ Лю Бидің бетін сыйлас, ауызға да алмады. Кесірлінің аяғы кесапатқа барып соқты. Адам тірлігі тіпті жақсы болса, істеген ісімен табысқа жетсем деп жан күйер дос іздейді. Ал ертеде, бүгінгі таңда да, шетелде де, Жұңгода да әне сол досынан үміт күтпегендер табысқа жетіп келеді. Тағы да 3 патшалық кезін мысалға алайық. Асқан зәлім жаратылысынан күдікшіл, бірден бір досы жоқ, саусау дүниені жалпағынан басты. Басқалар оны ту сыртынан тамсанып, шіркін-ай деп күрсініп қала берді. Ал тұрмыста өз күшіңе ғана сүйен. Қаншалық жақын болса да, досыңа иек артпа. Жанқияр дос деген бір қырынан айтсаң, бір түрлі сенім ғана. Бір-біріңнен ешқандай қарымжы тілемейсің. Көкейлеріңде ғана жүреді. Анығырақ айтқанда, жан күйер досың болса, қандай іске тап болсаң да, көңілің тоқ жүреді. Бейне Құдай сақтасын дейтініміз секілді. Қадірменді тыңдармандар, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қандай достарыңыз бар, қалай бағалайсыздар, төменге жаза кетсеңіздер болады. Және де пікір алмастырып отырамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.